Жылқы туралы қызықты деректер. Дүние жүзінде 23 ұлт жылқыны киелі жануар деп есептейді. Соның бірі қазақ халқы. Қазақ халқының өмірін ешқашанда жылқысыз елестетуі мүмкін емес. Жылқының ең түпкі атасын геракотерия деп атайды. Ол осыдан 60 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Бойының биіктігі 14 см, ал салмағы 5 килограммдай ғана болған. Оның қазіргі жылқыдан айырмашылығы алдыңғы аяқтарында 4, артқы аяқтарында 3 тұяқтан болыпты. Жылқының 5 мүшесі өте жақсы дамыған. Олар құлағы, көзі, аузы мен мұрны және сезім түйсігі. Жылқы өз иесінің көңіл күйінің қандай екенін бірден сезіп қояды. Мас адамды да алыстан біледі. Сондай-ақ оның құлағы өте сақ, көзі көреген, мұрны иіс сезгіш, аузы кез келген дәмді ажырата алады. Басқа көптеген жануарларға қарағанда жылқы айналасын түрлі түсті реңкте көреді, бірақ қызыл мен көк түсті ажырата алмайды. Тағы бір қызығы жылқының көру аумағы 360 градус екендігі. Яғни жылқы бір бағытқа қарап тұрғанда тек алдын ғана емес, арт жағында толық көріп тұра алады. Сондай-ақ жылқының көзі түн ішінде де өте жақсы көреді. Жылқы дегенді білдіретін ең қысқа сөз қай халықта екенін білесіңдер ме? Білмесеңіз, біліп алыңыз, ол ат деген сөз. Қазақтікі екеніне ешкімде таласа алмас анық. Ал жылқы дегенді білдіретін ең ұзақ сөз перуан тайпасының үндістерінде екен. Олар жылқыны Аквило, Упара, Камару, Куалу, Накланата деп атайтын көрінеді. Дүние жүзі бойынша жылқының 160-тай түрі бар. Солардың ішінде тұқымы жағынан ең тазасы араб тұқымдас жылқы болып саналады. Жылқының жасы мен денсаулық жағдайын атбегілер оның тісіне қарап ажыратады. Ата-бабаларымыздан қалған жақсы аттың тісін қарамас болар деген нақыл соған байланысты туындаған болса керек. Ақылы, өресі жағынан барлық жануарлардың ішінде жылқы иттің алдында, яғни 5-ші орында тұр. Жылқы адамның мінез-құлқы мен іс-әрекетін саралай алады. Иесі өзіне ұнаса, оған шын беріледі. Қазақ халқы жылқыны ең алдымен ел қорғаған ердің жан серігі деп дәріптеген. Біздің аңыз ертегілерімізде, батырлық жырларымызда ақылды, күшті тұлпарлар мен олардың иесі қысылғанда көмекке бірінші болып келетіндігі туралы көп айтылады. Мысалы, Қобыландының Тайбурылы, Алпамыстың Байшұбары, Ертөстіктің Шалқұйрығы, Қамбардың Қарақасқасы елермен бірге жыр аңызға айналып, ел құрметіне бөленген. Жылқылар жалпы 25-30 жыл өмір сүреді. Англияда өмір сүрген кәрі Билли деп аталатын бір ат 62 жасқа келіп өлген деген дерек бар. Қазақ халқы жылқы жасының әр деңгейіне орай арнайы атаулар берген. Сендер де біле жүрсін деген мақсатпен сол атауларды ұсынып отырмыз. Құлын жылқының жас төлі, жабағы 6 айдан асқан құлын, тай 1 жаста, байтал 1-2 жастағы, құнажын 3 жаста, дөнежін 4 жаста, бесті 5 жаста, қасабалы бие 7-8 жаста болса, қартамыс бие 11-14 жаста, жасаған бие 20 жастан асқан. Бұл атаулар ұрғашыл жылқыға ғана қатысты айтылады. Қазақ халқында жылқының қатысуымен болатын әртүрлі жарыстар мен ойындар да баршылық. Жылқының жүйріктігін сынайтын тай жарыс, құнан бәйге, бәйге, аламан бәйге, жорға жарыс сияқты бәйге түрлері халқымызбен бірге жасасып келеді. Көкпар, аударыспақ, ат омырауластыру, ат үстінде тартыс, жамбату, қыз қуу, теңгелу, салма ілу сияқты ойындар жылқының да оған мінген жігіттің де мықтылығын анықтаған.